Сәлеметсіздер ме? Барлығымыз бір сәтке ойланайықшы. Ақ халатты абзал жандарымыздың орнына ақшаға аш қасқырлар қызмет етсе не болар еді? Осындай жағдайда бізге көмекке келетін дәрігерлер анты. Бұл анттың өзегі науқастарға зиян келтірмеу, жанашырлық пен мейірімділік көрсету. Олардың құпиясын сақтау болса, оның маңызы ортамызда ерекше назарға ие екеніне күмән жоқ. Қазақта бір жақсы сөз бар. Ең бірінші байлық денсаулық. Осы байлықты қорғайтын біздің маман иесі, яғни дәрігерлердің анты болашағымыздың тірегі. Бүгін біз сонау Гиппократ антынан бастау алып, Түркия, Жапония, Швейцария және де өзіміздің Қазақстан анттарына шолу жасап, салыстырып, оның маңызын дәлелдейтін боламыз. Білімнен артық досың жоқ, аурудан бетер қасың жоқ. Ауру ол тек қана науқастардың ғана емес, сонымен қатар дәрігерлердің де ата жауы. Дәрігер анты жалпы түп тамырыменен Гиппократ заматына барып тіреледі. Ол Гиппократ антында мынандай мәселелер қозғалады: ұстазға деген құрмет, науқасқа деген құрмет, және де кәсіби құпияны сақтай білу. Қазіргі сол анттың бейімделген баламасы ол Женева декларациясы. Тура сол қағидаттар қазіргі заманға бейімделген. Жалпы дәрігер анты ол тек қана дәстүр ғана емес, науқастарға да, дәрігерлерге де, қоғамға да бағыт бағдар берер компас. Ал Швейцария мемлекеті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2024 жылғы есебі бойынша алғашқы ондыққа кіреді. Бұл Швейцария дәрігерлерінің антына деген адалдығының айғағы. Ал Швейцария дәрігерінің антына тоқталатын болсақ, біріншіден науқастардың құқықтары мен өз еркіндігі, яғни науқас пен дәрігер арасындағы серіктестік және де тең деңгейде сөйлесу бірінші орында. Сонымен қатар науқас өзінің таңдауын жасай алады. Екіншіден, бұл адалдық пен ашықтық. Яғни дәрігер науқасты жеке мансаптық мақсатта қолданбауға және өз кәсіби беделін жеке пайдасы үшін пайдаланбауға уәде береді. Халқымызда жақсы дәрігер жарты ем деген тұрақты тіркес бар. Және Швейцария дәрігерінің анты осы ойды толықтай растайды. Себебі науқасты тек дәрімен емес, сонымен қатар адалдықпен, сыйластықпен және әділдікпен емдеу шынайы кәсібилік. Ал енді Жапония жайлы сөз қозғайтын болсақ, 2008 жылғы жапондық медициналық қауымдастыққа сүйене отырып, жапондық дәрігерлердің антының негізгі маңызы мен өзегі ол ешбір жағдай болмаса да адам өмірін ең жоғарғы сатыға қою және де қоғамға қызмет ету екенін байқаймыз. Ол жерде ең маңызды заттардың бірі ол тәртіп, жауапкершілік және де бірлестікте, яғни ұжымда бірлесіп жұмыс істеу. Бірлік бар жерде тірлік бар дегендей, Жапон елінің медициналық антының негізгі бір бөлігі бірлік болғандықтан, дәрігерлердің жұмысы ол жай ғана емдеу емес, қоғамымыздың, біздің болашағымыздың тірегі екенін байқаймыз. Түркияде жаңа піскен дәрігерлер хикемлік антын береді. Яғни онда әділдік қағидаттары, адалдық, науқастың құқығын қорғау туралы көп зат жазылған. Және де мынандай бір сөз бар: инсаны яшат ки, девлет яшасын. Яғни адам өмір сүрсін, оған мемлекет жағдай жасасын деген жақсы бір сөз бар. Демі бардың емі бар демекші, онда дәрігерлер науқастың соңғы демі қалғанша, жоғалтпайынша оның өмірі үшін күреседі. Сол үшін де мысалға соңғы жылдары Түркия өзінің жалпы ішкі өнімінен медицинаға берілетін қаржыны 4%-ға көбейтті. Яғни бұл ант олардың рухымен үндесіп тұр. Практикада да солай ақпараттық келісім, науқастың құқығын қорғау секілді көптеген шаралардың барлығы хикемлік анты, яғни дәрігерлік антқа сәйкес жүргізілуде. Қазақстан дәрігерінің анты бұл халыққа адал қызмет көрсетудегі ең үлкен жауапкершілік. Халық денсаулығы ел байлығы деп дана халқымыз бекер айтпаған. Яғни дәрігер үшін ең басты міндет бұл науқастың сауығып кетуі. Қазақстан дәрігерінің антында ұстазға деген құрмет ерекше аталады. Яғни дәрігер өзіне білім берген жанды
өмір бойы сыйлайды және әр науқасқа көмек беруге, тіпті тегін кеңес беруге де уәде береді. Қазіргі таңда Қазақстанда 600-ден астам аурухана, 3000-нан астам амбулаториялық емханалық мекемелер жұмыс жасайды. Бұл халыққа қолжетімді медициналық көмектің кеңейіп және дамып бара жатқанын айқын белгісі. Күншығыс елінен кәрі құрлыққа дейін қай елді алмасақ та, олардың дәрігерлер артында бір өзек бар. Ол адалдық, ар-намыс және науқасқа деген құрмет. Біздің ұсынатын 3 ұсынысымыз ол: біріншісі, этикалық чек-листтерді қолдану. Екіншісі, ол әрбір медициналық бөлімде этикалық кестерді талдай білу. Ал үшіншісі, өте маңыздысы, науқаспен бірге дұрыс қарым-қатынас құра білу. Яғни, науқастан сізді дұрыс түсіндім бе, сізге дұрыс түсіндіре алдым ба деген сұрақтарды қоя білу, бұл қатынастарды жоғарылатады және бекітеді деген сенімдемін. Және де менің айтқым келетін мақалым бұл жерде мынандай: досың көп болса, жалғызбын деме. Денің сау болса, жарлымын деме. Тазалық саулық негізі, ал саулық ол байлық негізі. Қолда бар алтынның қадірі жоқ. Ал дәл қазір сіздердің қолдарыңызда бар ол саулық, денсаулық, соның қадірін түсінуіңіз қажет деп ойлаймын. Және де менің сіздерге қоятын сұрағым мынадай: егер сіз медициналық университетті бітіріп жатқан жаңадан түлек болсаңыз, және де сізге осы антты бер десе, болашақта сіз сол антты ұстай білетініңізге және сол антта тұра білетініңізге кәміл сенімдімсіз. Егер сіз науқас болсаңыз, қай елдің дәрігерлік антында айтылған қағиданы өзіңіз үшін бірінші орынға қояр едіңіз? Ал егер сізге Қазақстан дәрігерлер антының мазмұны өзгертуге мүмкіндік берсе, нені өзгертер едіңіз?